6B07501 стандарттау сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша 8-ші лекция қант қызылша өндірісі, қантты өндіру технологиясы. Жоспары қант өндірісі, қантты өндіру және оның ассортименті, ұсақ қант өндірісі, шақпақ қант өндірісі. Қант немесе ұсақ қант, кесек қант, ол таза сахароза секілді тәтті тағамдық өнім болып есептеледі. Қанттың қызылшасынан алынады. Әлемде қант өндірісінің 60% жуығы бұл субтропиктік және тропиктік аудандарда өсетін қант қамысына алынады. Қант ол біздің тағамдық қажеттілігіміздің маңызды бөлігі болып табылады. Оны көптеген сусындарға, яғни кофе, какао, шай, сонымен тамақтарға қосады, әртүрлі тәтті тағамдар дайындауға қолданылады. Бұл әсіресе кесел, компот, быламық, пісірме, содан кейін кондитер өндірісінде, наубайханалық өнім өндірісінде, жемістерді консервілеуде және балмұздақ өндірісінде қолданылады. Қант жоғары тағамдық құнарлылығымен ерекшеленеді. Оның 100 грамм өнімінде 410 килокалорий, ол тез қорытылады және жеңіл қорытылады. Қант тамақтың тез қорытылуына әсер етеді, сонымен бірге қант жүйке жүйесін нығайтады. Сіздердің алдарыңызда қант қызылшасынан қант алу технологиясы көрініп отыр. Қант қызылшасы бірінші жуылады, тазаланады, эстрогациядан өткізіледі, соңы сығылу процесінен өткізіледі. Қантты өндіру және оның ассортименті. Біздің елімізде қантты өндіру үшін шикізат ретінде қант қызылшасы қызмет етеді. Қант қызылшасының құрамында қант орта есеппен 16-18% болады. Кейде ол қызылшаның өсірілген аймағына байланысты 20-25%-ға дейін жетеді. Қантты өндіру үшін қызылша құрамында қанттың көп болуы ғана маңызды емес, оның құрамында құрғақ заттың көп болуы есепке алынады. Ұсақ қант негізі келесі процедуралардан, яғни үрдістерден тұрады. Яғни қызылшаны жуу, алдыңғы сіздерде көрсетілген схемада толық көрсетілген. Қызылшаны жуу және кесу, қантты қызылшадан шығару, демек диффузды түрде шырынды алу, диффузды шырынды тазалау, шырынды буландыру арқылы сиропты алу, сиропты пісіру. Яғни сиропты пісіру бұл утвельді пеште жүргізіледі. Центрифугада кристалдық сірнеден қант кристалдарын бөлу, қант ұнтағын кептіру, ұсақ қантты ыдыстарға салу, қалдықтарды қайта өңдеу. Қалдықтарға көбінесе жом жатады, меласса жатады. Қызылшаны жуу цехқа желек арқылы берілген сумен жуу машиналарында іске асырылады. Қызылшаны кесу үздіксіз жұмыс істеп тұрған қызылша кескіштерде жүргізіледі. Жуғанға қарағанда жіңішке жоңқадан қант неғұрлым жылдам және толық алынады. Яғни қызылшаны кесуіне байланысты шырынның бөліну есептелінеді. Қызылша жоңқасынан қантты шығару ыстық сумен жүргізіледі. Мұнда жасушалық шырында еріген қант жасуша қабырғалары арқылы суға өтеді. Бұл үрдіс диффузды батареяларда іске асырылады. Шырынды тазалау жұмыстары шырынның құрғақ заттарының жалпы салмағының 14-15%-ын құрайтын қант емес қоспалардан тазалау үшін жүргізіледі. Ол үшін шырынды бұқтырылған әкпен, яғни әк сүтімен, көмірқышқыл және күкірт газымен артынан сүзе отырып жүргізеді. Буландыра отырып және құрғақ заттардан 60-65 қоюлығымен тазаланған диффузды шырын қоюландырылады. Бұл операция көп корпусты буландырғыш қондырғыларда жүзеге асырылады. Көбінесе вакуумды аппараттар қолданылады. Қоюланғаннан кейін шырын оның түсін азайту үшін, яғни ағарту үшін күкірт газымен сульфиттелінеді, яғни оның қоспаларын сұрыптайтын белсенді көміртегімен өңделеді. Сиропты вакуум қондырғыларда келесі пісірулерде ылғалдылығын көп бөлігі жойылады. Ылғалдылығын құрамында құрғақ заттар 92-95%-ға дейін жеткізіледі. Қант еместерінің және сироптардың ауысуымен қант кристаллы және кристалдық аралық сірне қоспасы
қоймалжың түрінде қалыптасады. Алынған кристалдар кристалл аралық сірнеден көлденең өсті және сүзбе барабаны бар центрифугаға, яғни ортадан тепкіш күш беретін қондырғыда жүзеге асырылады. Айналым кезінде сірне елеуіш арқылы өтеді, онда қант кристалдары қалып қояды. Оларды ыстық сумен жуады, содан кейін буға жіберіледі. Осы кезде қант кристалдары жасыл түсте боялады, ақ сірнелер жеке жиналады. Центрифугадан кейін ұсақ қант кептіргіш айналмалы барабандарда кептіріледі және қант кристалдары құрайды. Яғни негізі қанттың ылғалдылығы ол 0,14%-тан артық болмауы қажет. Шақпақ қант. Шақпақ қантты шикізатты ұсақ қант, оны қосымша тазалай отырып өңдейді және қоспалары аз шақпақ қант алынады. Оны көбінесе кесек пішінде және тазартылған қант ұнтағы ретінде шығарылады. Шақпақ қантты өндіру келесі кезеңдерден тұрады. Яғни ұсақ қант сиропын тазалау, сиропты утфельден өткізу, яғни арнайы қондырғыдан шақпақ қантты алу, ыдыстарға салу. Қантты тазалаудың және шақпақтау бойынша былай жүргізіледі. Ұсақ қант ыстық суда ертіледі. Алынған сироп сүйек немесе белсенді көміртегінің көмегімен тазаланады. Арнайы ол үшін сүзілген сироп сүйек сүрек сүзгіштер арқылы биік цилиндрлерге өткізіледі. Сиропты утфель қылып ұсақ қантты алған вакуум қондырғыларында пісіріледі. Шақпақты утфель құрамында қант емес қоспалардың аздығынан түсі ақ болып келеді. Қантқа аздап көгілдір түс беру үшін пісіру кезінде зиянсыз органикалық емес көк бояғыш, яғни ультрамарин қосылады. Сіздердің назарларыңызда қант өндірісіне байланысты бақылау сұрақтары беріліп отыр. Сонымен қатар осы материалға қатысты қолданған әдебиеттер тізімі көрсетіліп отыр.